Мынау Сүмелек Тоқаев бұларға шамасы да келмейді. Анау Асыловының түрі, ана Сүмелек шыққан жері, анау шудың шаңқып сол жақта жаңағы қой, енді, в общем, цивилизациядан алыс жатқан неден шыққандар ғой, бәрі солай шыққандар. Енді олар қалай, ол өмірінде түк көрмесе, өмірінде тек өздерінің егемендік ала салысыменен жаңағы ұрлау бас салып, 30 жылда ешқандай не салмаған. Бірақ жолменен жаңағы анау Ресейге сеніп, сол КТК дейма, сондай бір соның территориясында МПЗ салып, бір нәрсе істемеген. Енді жүгіріп барып, мына Сүмелек, анау Трамп деген ана шайтаншал жаңа педофилді жүгіріп барып артынан сабынсыз кіріп, аузынан бірақ шықты. Адам желкенеді ондайға. Қазір енді масқара болып жатыр қазір. Бәрін неғып, ол шалдан құтыла алмай жатыр. Ол американдықтардың ішінде де бар шығар денсаулары. Бірақ денсау бар дейін десең, екі президенті бір-бірінің көтін сорып жатыр. Масқара болып жатыр ғой. Желкенеді адам, құсат бүйтіп қарап тұрып. Әні көрдіңдер ма? Тек сондай хайуандар. Ал біздің Сүмелек тоқалдарды тоқпырлатып алып, Сүмелек қалтаң-қалтаң етіп жүр қалтаңдап. Тоқаев деген Сүмелек тоқалдарын топырлатып, мыналарға қарауға уақытысы жоқ оның. Мынау Алматы облысының прокуратурасының түрі мынау. Масқара бұлар. Бәрі. Не қылса, ол жаңағыдай есіл дерттері, жаңағы коррупциямен күресіп жатқан түрлері. Жалақ етіп, арыз жазсаңыз. Арыз деген ол, ана арызды көрсетіп, біреуді бопсалау деген. Анау жаңағы арызды аласап, ана тергеушіні бопсалайды ғой. Давай, міне арыз түсіңнен деп. Арыз емес, біз қатты алып кеп тұрмыз. Оның өзінің жазған жауабын алып кеп тұрмыз. Сол жауапқа қарап, бұл тексермеген. Прокурор ретінде ана түскен, аяқке тіркелген нәрсені тексермеген бұлар. Анау алғанда сауатсыздығынан номенклатураға лақтыра салған. Онда тексерме, бұлардың жалқаулығы соншалықты, өздерің лақтыра берсеңдер жаңа, аяққа лақтыра беріңдер, келгендерді айтамыз, біз тексермейміз дейміз деп. Адамды не қыласың, адам ұрысын. Соны адам деп тұрсың ба сен? Қойсай қой дегеннен кейін. Құрып кетсін арман. Міне, анау адам дегені балабақша. 83 жылғы ол енді түрмеде шірейді ғой, түрмеде, үрім бұтағымен шірейді. Мына жерде бәріне қол қойып жатыр ол, бәрін ұйымдастырып.